Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге алманың пайдасы және зияны туралы айтатын боламын. Басқа да көкөністер мен жемістердің пайдасы туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас үйінде апталап айлап тұратын азықтың бірі ол алма. Табиғи емдік қасиеті жайлы ойланып көрдіңіз бе? Алманың қандай пайдасы бар? Өмірді ұзартады. 2011 жылы Америкадағы химиялық қоғамның өткізген зерттеу нәтижесі бойынша алманың көмегімен өмірді 10%-ға ұзартуға болатыны анықталды. Сондай-ақ алма жегеннен кейін ағзаның белсенділігі арта түседі екен. Бұл зерттеу жануарларға да қолданғанмен, нәтижесі адам ағзасына да қатысты деп саналады. Есте сақтау қабілетінің жақсаруы. Ол мидың жаңа құрылымдарын құрып, өзгеруге көмектесетін нейропластикалық модуляцияның қызметін іске қосады. Альцгеймер ауруының алдын алады. Инфаркт, инсульт қаупін азайтады. Ісік ауруларының алдын алады. Гавай аралдарында жүргізілген зерттеу нәтижесі бойынша ең көп алма жеген топта қатерлі ісік ауруының пайда болу қаупі 40-50%-ға дейін төмендеген. Алманың құрамындағы антиоксиданттар адам ағзасындағы өкпе ісігінің пайда болуына әсер ететін өзгерістерге бөгет болады. Алманың зиянды жақтары. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екенін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2, Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, темір, натрий, мырыш, барий микроэлементтер бар. Алмадағы темір қан айналымын жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Диетологтар жасұнықтың көп болуы колит ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және асқазан, ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазан жараны ұлғайтып жіберуі қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалін қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпеңіз. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің видеом сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.